Абайдың 12-ші қара сөзі. Кімде-кім жақсыдыр, жамандыр етіп ғибадат қылса, әйтеуір оның жақсы қылған ғибадатын қадірлейміз. Яғни, жақсы қылған ғибадатын жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар имандықпен істесе екен. Иман дегенді адамдар білсе екен. Егерде иман дегенді білу керек болса, мына екі шартты білуі тиіс. Әуел иманның иқтикатын, мақкамлемегін білсе екен. Ал екіншісі, үйреніп қойма жатып, үйрендім ғой деп үйренбей қоймаса екен. Егерде адам сол затты үйренбей тұрып, үйрендім деп айтса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Құдай өзі сақтасын. Егерде сондай адамдар өмірде болса, оның иманы жоқ болады. Бір сөзбен айтқанда, олар имансыз болады. Адамдар не ғұрлым көп болса, сол ғұрлым жақсы болады. Біздің елде көптеген жаман адамдар бар. Олардың бәрі имансыз. Қазіргі таңда жақсылық жасайтын адамдардың өздерін өзі имансыз болып жүр. Сонда бұл біздің қазақтың имансыздығы ма?